Барлығына сәлем, сіздермен Бану, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай булочка жасайтын боламыз. Өзі өте жұп-жұмсақ, әрі дәмді, ішінде қойытылған сүті бар, яғни вареная сгущенка. Құрамы өте қарапайым ингредиенттерден тұрады. Ең алдымен 350 грамм жылы сүтімізге 1 ас қасық ашытқымызды, 120 грамм қантымызды және 60 грамм сұйық майымызды саламыз. Үстіне жарты шай қасық қопсытқышты салып араластырамыз. 700 граммдай ұнымызды аз-аздан сала отырып илейміз. Алдымен қасықпен, кейін қолмен илеп шықтым. Қамырымызды жақсылап илеп болғаннан кейін 40 грамм сары майымызды ерітіп, үстінен құямыз. Осындай жұп-жұмсақ қамыр болып шықты, бетінен жауып, 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Уақыт өткеннен кейін қамырымыз осылай жақсы көтерілді. Қамырымызды түсіріп, орай отыра, осындай сопақша қамыр жасаймыз. Бірнеше бөліктерге кесіп шығатын боламыз. Әр бөлігінен домалақ жасап, бір жерге қойып, бетінен 10-15 минутқа жауып қоямыз. Кішкене осылай көтеріледі. Ұн сеппей қамырымызды жайып шығамыз. Тыңған қамырымыз жақсы жайылатын болады. Пышақпен кесіп, ортасына қайнатылған сүтімізді, яғни вареная сгущенкамызды салып, екі жағын жақсылап тұрып жабамыз. Вареная сгущенканы жақсылап таңдаңыз, себебі ол ағып кетпеу керек. Қою болғаны дұрыс. Шеттерін жақсылап тұрып қысамыз. Неге өте оңай жасалады, әрі өте әдемі болып шығады. Май жағылған темір ыдысымызға булочкаларымызды қойып, тағы да жарты 1 сағатқа қойсаңыздар болады. Жұмыртқаның сарысымен булочкаларымыздың бетін жағып шығамыз. Пешімізді 180 градусқа көтеріп, булочкаларды 25-30 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей өте жұмсақ болып шығады. Суығаннан кейін барып қана алдым. Дәмі бізге өте қатты ұнады, жұмсақ болып шықты. Менімен бірге жасап көріңіздер. Каналым егер де ұнап жатса, маған тікелеп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.